Достар, өте тез дайындалатын әрі жұмсақ пиццаның рецептімен бөлісемін. Бір ыдысымызға қаймағымызды, майонезімізді, жұмыртқамызды саламыз. Және тұз салып жеріп, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Ұнды електен өткізіп саламыз да, үстіне разрыхлитель салып жереміз. Оны екеуін шамалы араластырып жеріп, кейін массамызды біркелкі қылып араластырып аламыз. Пергаменттің үстіне жұқа етіп жаямыз. Бұл қамырдан 4 пиццаның қамыры дайын болады. Кетчуп қоссаңыздар болады, немесе майонез қосуға болады. Сырымызды молырақ етіп себеміз. Моцарелла қоссаңыздар да болады. Қияр, қызанақ, сосиска немесе колбаса қоямыз. Үстіне азырақ тағы сырымызды сеуіп жібереміз. Қызып тұрған пеште 170 градуста 15-17 минут піседі. Қарайлап тұрыңыздар, ас болсын.